Қайырлы күн. Құрметті математика пәні мұғалімдері мен Жомарт Мұратұлы физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTubeтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешуін көрсетемін. Бүгін мынадай тригонометриялық теңдеудің сіздерге шешуін көрсеткім келді. Бұда синус 2х плюс 2 косинус 2х тең 2 синус х плюс 2 осы есепті оқушылар тұрмақ өте көп мұғалімдер қате шығарады, дұрыс шығара алмайды. Енді осыда қателеспес үшін дұрыс жолын көрсетемін. Бұл есепті оңай есептеуге болмайды, қателесіп кетуі өте мүмкін. Сондықтан бұл есепті қалай табамыз, қалай түрлендірсек, қалай енді сол жағына өткізіп жібереміз. Ал түсінікті. Енді синус барларды міне. Синус х-ті ашамыз дереу. 2 синус х косинус х минус 2 синус х кездестіреді. Мынада плюс 2 алдына шығып кетеді. Косинус 2х минус 1 косинус 2х түрлендіріп алайық. 2 косинус квадрат х минус 1 минус 2 сонда тең 0. Осылай түрге келеді. Міне косинус 2х түрлендіріп алдық. 2 косинус х квадрат минус 1 2 минус 1 болып минус 2 болды. Мына жаққа шығарып сол жаққа. Мына жерде синус х алдына шығарайық. 2 синус х косинус х минус 1 кездестірді. Осылай ғой. Синус х 2 синус х отап. Мына жерде не болады? 2 сыртына шығып кетсе қалай болады? Плюс 2 түбірасты 3. Қарай, косинус квадрат х минус 1 квадраттардың айырмасына келіп тұр. Косинус х минус 1 косинус х плюс 1 осы тең 0. Міне косинус х минус 1 2-ке бөліп жібереміз. Сонда қалай болады? Косинус х минус 1 косинус х минус 1 синус х плюс қалай болады? Мына 2-ке бөліп түбірасты 3 косинус х түбірасты 3 косинус х 2-ке бөліп жібердік. Мынау қалды ғой, мынау плюс түбірасты 3 мынау қалды. И тең 0. Міне осындай теңдеу болады. Мұнда екі жақшаны нөлге теңестіріп, мұнда анықталу ештеңе тауып қажет жоқ, бір плюсы да. Мына бірінші жақшаны нөлге теңестірейік. Косинус х минус 1 тең 0. Бұнда қалай болады? Косинус х тең 1. Оның шешім қалай болады? х1 тең 2 пи к. Осы жағдайда бірге тең болады ғой. К бүтін сан. Кездестір. Екінші жағдай қандай? Жақшаны нөлге теңестіреміз. Синус х плюс түбірасты 3 косинус х түбірасты 3-ті плюс түбірасты 3 тең 0 ғой. Түбірасты 3 теңдіктің оң жағына шығарып жіберсек минус түбірасты 3. Осындай теңдеуге келеді. Енді мынандай теңдеу шешу түрі бар ғой. А косинус х б плюс б синус х тең с деген. Соған кетірсек болады. Мына нәрсені 2-ке бөліп жібереміз. Ал екеуінің квадраттарының қосындысының квадраты 2 ғой. Сонда 2-ден 1 дегеннің синусына келіп тұрған ол дұрыс па? 2-ден 1 синус х плюс 2-ден түбірасты 3 косинус х тең минус түбірасты 3 бөлінген 2. Мына қалай болады? Синус альфа плюс беттаның формуласына келіп тұр. Синус альфа косинус бетта плюс косинус альфа синус бетта. Мына қалай болады? Синус х плюс қалай бар? Пи бөлінген 6, солай ғой, синус х плюс пи бөлінген 6. Міне мына жерде солай болып тұр. Косинус альфа косинус альфа, жерде қалай синус альфа косинус бетта, пи бөлінген 3 кешіңіздер мына жақта. Пи бөлінген 3. Жерде пи бөлінген 3 міне. Пи бөлінген 3 міне. Пи бөлінген 3 синус мынаның косинусы 2-ден 1-ге осы тең минус түбірасты 3 бөлінген 2. Минус түбірасты 3 бөлінген 2. Мынау тең минус түбірасты 3 бөлінген 2. Минус түбірасты 3 бөлінген. Мынада 2 түбір шығады. Х плюс неге тең? Пи бөлінген 3 неге тең? Х плюс пи бөлінген 3. Міне. Мынада 2 түбір шығады. Минус 1-дің к дәрежесі арк синус. Мынау минус түбірасты 3 бөлінген 2. Минус қанша түбірасты 3 бөлінген 2-дің арк синус қандай? Минус пи бөлінген 3 дұрыс па? Плюс пи к бүтін сан сонда. Дұрыс па? Сонда бұнда 2 түбір шығады ғой бізде, дұрыс па? Енді оның екеуін біріктіріп жіберсек болады ғой. Қалай болады? Сонда х алсақ, х-тің өзін х2 қалай болады? Екеуін біріктірсек қалай болады? Екінші түбір сонда. х2 тең болады. Неге тең болады? Аяққа жалғастыра берейік. х2 неге тең болады сонда бізге? х2-ні аяққа шығарып минус 1-лер көбейіп кетті. Минус 1-ден к плюс 1 дәрежесі. Мынаны қалай? х2 тең минус пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 3 аяқта минус пи бөлінген 3 плюс минус 1-ден к плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 3 плюс пи к міне к бүтін сан міне. Мына жерден анализ жасайық. Мынау жүк болса, пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 3 мынаны не қылады? 0 болып кетіп, к тақ болу керек. К тақ болса енді не?
пи плюс 2 пикадан аның шешім болады екен, дұрыс па? Ендеше ана 2 пикада шешім енді екеуін біріктіріп пика деп жіберсек болады ғой, дұрыс па? Мынау тақсан болса, мынау жұп болады да минус пи бөлінген 3 пи бөлінген 3 неғып кеттік та. Мынау значит тақпаса пи көбейтілген пи плюс 2 пи түрінде болды. Мына жақта 2 пи не, сонда пи көбейт пиді тақсақтың көбейтсек те түбір болады, жұпсанға көбейтсең де түбір болады. Сонда не пика екеуін біріктіріп жібереміз мынаны. Дұрыс па? Сонда екі түбірді біріктіріп x бірінші түбірді пика деп аламыз. Дұрыс па? К бүтін сан. Мына екеуін біріктіреміз. Сонда дұрыс түсінікті ғой. Пиға жұпсанды көбейтсең де тақсанды көбейтсең де тура енді пи көбейтілген бүтін сан деп болады. Бүтін сандар не тақсан болады, не жұпсан болады, түсінікті да? Екінші мынау егер жұп болса онда қалай болады түбірі? Онда минус пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 3 минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пика. Сонда соны жазайық. Сонда екі түбір болады бізде. Бір түбірін біріктірдік, ықшамдап солай жазайық. x2 минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пика. Міне к бүтін сан. Міне екі түбір болады сонда бізде. Екі түбір болады. Міне жазайық. Екі түбір болады. Пика минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пика. Міне ал екі түбір. К бүтін сан. Пика и минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пика. К бүтін сан. Міне. Мына салайық қойып әріптестеріңізден бөлісіңіздер. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.